байқадым мысалға дәке кез келген бір мемлекеттік қызметкер болсын мысалға да олармен орысша сөйлессең мысалға олар ойлайды да сені грамотный сауатты бір адам екен деп кішкене сескеніп қарап саған. А былай қазақша енді бауырым деп былай өзінше бүйтіп қазақша өзіңе тартып сөйлеген кезде олар саған басқаша қарайды да. Сондай бір психология қалыптасқан сияқты біздің өзіміздің қазақтардың өзінде де бір құлдық сана сезім ба, оны қалай түсінеміз оны? Иә, бізде жалпы қазақтарда үлкен комплекс бар. Құлдық сана дегеніңіз сол комплекс қой. Орысша комплекс неполноценности дейді ғой. Бұл қазақтарда ғана емес, ол Азия халықтарының көбінде сондай бар. Европа ұлтының өкілдерінің алдында өзін төмен санайтын сондай комплекс бар. Қазақтарда бұл комплекс қатты қалыптасқан, өйткені бізді Ресей империясы жаулап алды, бізді қазақты қатты қинады, содан кейін Кеңес одағы неше түрлі репрессия жасады, сөйтіп әбден бізді басып тастады. Сондықтан бізде құлдық сана қазір өте қатты, әлі басым болып отыр. Оны кез келген салада байқауға болады. Біз содан әлі құтыла алмай жатырмыз да. Қазақ өзін-өзі, тіпті қазақ тілді қазақ бола ма бәрібір. Олар өздерін сол орыс тілді азаматтарда немесе басқа ұлт өкілдерінен төмен санайды. Оған қарсы сөз айта алмайды. Өзінің құқығын қорғай алмайды. Сондай үлкен бір мәселе бар бізде, проблема бар сондай. Ал жаңағыдай орыс ұлтының өкілдері керісінше қашанда өзін жоғары санап, өзін жоғары ұстап тұрады да. Оның істеген қылықтары 100% дұрыс болмаса да, бәрібір ол өз позициясынан қайтпайды ешқашанда. Бәрібір ол менікі дұрыс дейді, өзінікін істетеді.